Саламатсыздар ма достар, сіздермен бірге білімді бол дәрігер жобасы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз физиология бөлімінің бірінші тақырыбы, бұл тіндік физиология. Бұл жерде біз сіздермен бірге мембранды потенциалды жақсылап талдайтын боламыз. Ендеше кеттік достар. Видеоны бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, колокольчикті басып, комментарийға керемет проект деп жазып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Ендеше кеттік. Ендеше давайте бастайық. Бізде мембранды потенциал дегеніміз не деген сұрақ туындайды. Мембранды потенциал дегеніміз бұл тіннің қозуы, яғни тіннің розеткаға тығып, оның активтенуі деген сөз. Мембранды потенциал ағзадағы бүкіл жерде жүрмейді. Ол төрт-ақ жерде жүреді. Біріншісі ол жүрек. Екіншісі ол бұлшық ет. Үшіншісі бұл без, және төртіншісі бұл нерв. Аталған төртеуі қозғыш тіндер деген классқа кіреді. Яғни олар қозалады және біздің ағзамызды реттей алады деген сөз. Бұл жерде жүрек бізде маңызды рөл атқарғандықтан, бұның қозуы бізге маңызды. Сол себептен де мембранды потенциал осы жерде жүреді деген достар. Келесі бұлшық ет. Бұлшық еттің қозуы да бізде маңызды. Сол үшін ол жақта мембранды потенциал жүреді. Өйткені біз қимылдаймыз, жүгіреміз, иттен қашамыз, көшіреміз деген сияқты. Бездердің екі түрі бар. Бұл жерде экзокринді және эндокринді. Эндокринді бездер бізде гормондарға жауап береді, яғни бізді гуморальды реттеуге көмектеседі. Екіншісі бұл экзокринді бездер. Экзокринді бездер бізде ас қорыту жүйесіне қатысады, яғни сілекей бөледі деген секілді. Және нерв жүйесі, нервсіз әлбетте өмір жоқ. Нерв бұл жерде біздің миымыз да кіреді, жұлынымыз да кіреді, нейрондарымыз да кіреді. Олардың қозуына да осы мембранды потенциал керек екен. Қорытынды. Мембранды потенциал дегеніміз аталған төрт тінді қосатын процесс, яғни включить, выключить деген сөз бар ғой орыс тілінде. Сол секілді мембранды потенциал да осы төртеуінде өшіріп қосатын бір процесс екен. Енді осы процесс қалай жүреді дегенге тоқталайық. Көз алдарыңызда бізде осы мембрананы сызылған. Мембрана бұл клетканы қоршайтын чехол, яғни қапшық. Клетканың ішінде бізде осы мембранды потенциалға қатысатын екі ион бар. Ол калий, ол хлор. Бұл нормада, яғни қозбай тұрған кездегі жағдай. Және де клетканың сыртында, яғни мембрананың сыртында бізде натрий ионы орналасқан. Тоже қозбаған уақытта. Енді қозу процесі қалай жүреді? Қозу процесі мембрананың сыртында орналасқан натрий каналының іске қосылуымен басталады екен. Натрий каналы іске қосылады, сырттағы тұрған натрий ішке кіре бастайды. Сәйкесінше бізде оң зарядтар көбейді, яғни натрий кірмес бұрын тек калий еді, енді натрий қосылды. Яғни 2 плюс пайда болды. Сәйкесінше клетка қозуын бастайды деген сөз. Оны біз мына жерге жазып қояйық, деполяризация деп. Деполяризация. Яғни натрий бізде клетканы іске қосады екен, яғни тінді іске қосады екен. Натрий кіре бастайды көп мөлшерде. Мына жақтан кіре бастайды. Ішіне көбейіп кетеді, яғни қозу одан бетер арта бастайды. Клетка бұл нагрузканы шыдамағандықтан, амалсыздан екінші каналды қосады. Ол калий каналы. Яғни калийні және хлорды сыртқа шығара бастайды. Сәйкесінше зарядтардың барлығы сыртқа шығып кеткендіктен клетканың қозуы біртіндеп төмендейді. Яғни калийді бұл жерге жазып қояйық, реполяризация шақырады деп қояйық. Реполяризация. Клетканың қозуы төмендейді. Соны алдын алу үшін, енді қатты төмендеп кетпес үшін, клетка
өшіп қалып қосылмай кетуден сақтану үшін бізге Құдай керемет бір насос берген. Ол насосты біз натрий калий атфаза дейді, немесе натрий калий сорғышы дейді. Бұл не істейді? Бұл сорғыш жаңағы сырттан келген натрийді сыртқа өзінің ауылына қайтарып жібереді. Бар шық деп шығарып жібереді. Калий хлорды қайтып ішке кіргізеді. Үйге кіріңдер дейді да, ішке қайтып кіргізіп жібереді. Сол кезде бізде қалыпты жағдайға, жаңағы басындағы жағдайға қайтып келеді. Яғни калий хлор өз орнына келеді, натрий сыртқа шығып кетеді. Осымен мембранды потенциал бітеді екен. Енді мына жерге жазып қояйық. Натрий калий атфаза бізде тыныштық жағдайын шақырады. Тыныштық жағдайда шақырады екен. Енді достар, бұны біз сіздермен бірге бірлесе отырып, бұны диаграммада қарайық. Ендеше кеттік. Ендеше достар, диаграммаға қарайық. Бізде манағы айтып кеткендей, натрий егерде клетканың ішіне кіретін болса, онда бізде деполяризация процесі басталады, то есть яғни фазасы басталады. Сәйкесінше бізде қозу артады. Одан кейін натрий өзінің шегіне жеткен кезде бізде калийдің шығуы басталады. Клеткадан калийдің шығуы басталады. Сол кезде бізде реполяризация процесі орын алады. Калий қатты шығып кеткен кезде бізде гиперполяризация болып кетеді, яғни төмендеп кетеді. И одан кейін барып бізде натрий калий атфаза өзінің активтенуіне басталған кезде бізде тыныштық кезеңі қайтып орын алады. И одан кейін қайтадан натрий калий гиперполяризация тыныштық кезең деп осындай фазалардан жүреді екен. Енді қараңыздар достар, бұның қандай клиникалық маңыздылығы бар сіздерге айтып кетейін. Бұл тақырыпты не үшін сіздер ютубтан көріп жатсыздар? Өйткені бұл ертең өмірлеріңізге көмегін тигізеді. Қараңыздар, натрий калий иондары бізде судың ішінде жүреді, яғни судың құрамында болады. Сұйықтықты жерде жүреді. Қай жерде сұйықтық бар, сол жерде натрий мен калий жүреді. Ағзада сусыздану болған кезде, яғни адам көп құсатын болса, көп іші өтетін болса, ол әлбетте натрий мен немесе калийдің мөлшерінің азаюына алып келеді. Ол мембранды потенциалдың процесінің төмендеуіне алып келеді. Егер мембранды потенциал төмендейтін болса, немесе слишком артып, в общем, қысқаша айтатын болсақ, бұзылатын болса мембранды потенциал, онда бізде манағы айтып кеткен 4 тін, жүрек, бұлшықет, нерв және де бездер функциясы тоқтайды. Сәйкесінше сондай симптомдар пайда болады. Мысалы, адам көп іші өтетін болса, көп құсатын болса, сол күні ода жүрегінің жаймендеп соғуы, давлениясының төмен түсіп кетуі, есінен танып қалу, өйткені нерв тіні қозбай жатыр. Одан бөлек аузының құрғауы байқалады. Неге? Өйткені экзокринді бездер дұрыс жұмыс жасамай жатыр деген секілді симптомдар байқалады. Егер де сіздер осы мембран потенциалды жақсы түсініп алсаңыздар, сіздер ертең болашақта клиникалық ойлау қабілетіне осы процесс өте орасан зор көмегін тигізеді и кейстерді шешкен кезде өте оңай болады. Ендеше осымен сабағымыз аяқтайық. Сау болыңыздар. Қажетті материалдың бәрін біздің телеграм каналдан жүктеп алсаңыздар болады. Сау сәлеметте болғанша, сіздермен болған білімді бол дәрігер